Ал біздер енді жолда жүріп бара тұрғанда Поп Туман бетінде нан базарға келіп қалдық. Бұл жердің наны жүда жаңағы белгілі. Негізі бұл жерде нан сататын жер көп. Ең қызығы Хамми нанның бренді аты адамлардың аты. Алишер, бір бәле. Бірақ мен бұл жерде Джавахар дегенде тоқтадым. Неге дегенде біздің атыма ұқсап кетеді Джахонаға. Бұл жерде свежий тандырдан нан жауып жатыр. Жүрің, бұл жаңағы Ферганская долинаның наны қандай болады екенін көрейік. Сіздер білесіз, өзі мен нан жеген жақсы көремін. Особенно свежий тандырда пісіріліп жатырған. Содан кейін өзім лично келіп көргім келді. Жүрің көреміз. Әне. Салам алейкум. Яқшымыз, шаршамаймыз ма? Вау, қараң мына яқтың патерлері қандай қызық. Расын айтқанда түріне қарасаңыз жүда сұлу. Қараң нанларына қараң, атлары жазылады. Бұл жердің патерлерінің нанларының үстіне адамларының атын жазса болады екен. Бұл жерде Джавахар патер деп қойыпты. Енді бұл жерге де Джахона деп жазсаң вообще жүда болады. Тандыр негізі ысы. Азыр сілерге жеп көрсетемін. Вау, свежий исі. Сары майдың исі бар ма? Рас айтсам, үсті боз, асты біті қытыр-қытыр. Печенье менен пряниктің ортасында дамы соған ұқсап кетеді. Ферғананың нанлары хақында көп естіген мен. Соның үшін кетіп бара тұрғанда жолда тоқтамай жемеуге мүмкін емес деп ойладым. Сонан кейін сілерде де әлбетте егер бұл жерде жүрсеңіз, обязательно тоқтап жеп көрің. Особенно мен келген жерім, Джавахар деген жер. Қараң, свежий нанлары қандай көрінеді, қараң. Үстіне мерде кунжут салынғаны бар, гүнже. Мерде гүнже, бұл гүнжесіз. Ферганская долинаның нанлары жүда белгілі. Себебі бұл жердің нанлары өзгеше басқаша. Жесеңіз печенье я бірде пряник жеп отырғандай боласыз. Хамде нанның үстінде атын жазу бұл Ферганская долинаға тиесілі. Себебі басқа қалаларда Өзбекстан бойынша атларын еш жерде жазбайды. Хамде апалар бүйерде істеп отырғаны өзгеше де басқаша. Бұл жердің нанлары көрінісі сәл простойлы болуы да мүмкін. Бірақ жеп, ашып, ұслап көрсеңіз өзгеше басқаша. Сен нанның жауғанларына қараң. Тез-тез жауаткен ағамыз ішіне кіріп тандырдың. Қандай удобный тандыр. Біздерге де Қарақалпақта сондай тандыр істесек, аяларымыз қиналмас еді деп ойлаймын. Мен намазы тандырға кіріп көре жақпан. Енді маған рұқсат берді. Ал үш жерден болса, қатты ысы екен, кіру болмайды. Қалай ағалар жауып жатыр, мен білмеймін. Герой, бұл ағаларымыз герой. Рахмет. Герой екенсіз. Хамде мен абайлағаным жолда көп еріклер көзге көрінді. Адым басында ерік сатады екен. Енді түсіндім неге. Себебі бұл жерлерде ерік бағлар жүда көп. Соның үшін бұл жердің еріклері де қаттыға мазалы. Достар, қазір біздер Пап районында жайласқан Гозал Чодақ ауылындамыз. Айырым деректерге көре Чодақ 4500 жылдық тарихке ие. Бұл жер өзіне тән тау көріністері һәм өзгеше табиғаты менен белгілі. Чодақ өзінің табиғатының гозаллығы менен адамларды өзіне тартады. Теңіз қадынен 966 метр биіктікте жайласқан бұл орын өзінің шпалы минерал бұлақтары һәм табиғат тарихы менен танықлы. Соңғы жылдарда Чодақ туристік зонаға айналған болып, ол жерде ат шабу, бассейндерде жүзу,
түзүү имканиятлары бар. Бул жерде сиз ыкшам мейманханалар һәм дем алуу зоналарын табууңуз мүмкүн. Каланын шаукум сүрүнөн узакта табият кушагында тыныч орталыгынан дем аласыз. Бул жерде азыр көпне деген парклер да курулуп атыр. Кызык аттракционларды да көрүп чыктык. Эли көбүсү ашылмаган, бирок жазга карай ашылады деп ойлаймын. Вактыңыз болса, албетте Чодактан өтүп чыгыңыз. Адамдар майда лифт ашылады. Сабакта келсеңиз болады. Мага оксап кыйналып, мына шарт эмес. Жайып кеттик, азгандай калды. Bizler hazır Çodak alanının en kızıklı attraksiyonunun birindeyimiz. Ал силерге айтып коем, намоз кыймылдап атыр. Мен расын айтсам, дальше барууга коркуп турпан, себеби мост азыр кара, мен бир жерде тура алмай турпан, самалдын себебинен катты кыймылдап атыр. Ана жерде не жанагы айнада бар, бирок онун үстүнө барууга расын айтсам коркуп турпан. Bizler hazır Çodak'tın және bir басқа паркіне келдік. Бұл жерде Можиза водопад деген, Можиза шаршара деген жер бар екен. Hazır шаққа жоғарға көтерілеміз. Жүрін кетті, көреміз. Чодак жолда кетип бара турганымызда Ферганская долинада көрүп калган бир кала болуп эсептелинет. Өзүңүз ойлап көрүң, сонда үлкен долинада эле нече калалар бар. Биздер сону көрүүгө дальше кеттик. Ал сиздер болсаңыз, биздерди тамаша этүүдө давам эте бериң. Һәм лайк, комментарияларды сиздерден күтүп калабыз. Һәм караша демлөөгө унутпаң.